Қайырлы күн барлықтарыңызға, каналыма қош келдіңіздер. Осындай екі ақ заттан тұратын қуырдақ жасайтын боламыз. Картошка мен ет қана қажет болады бізге. Видеоны толықтай қараңыздар, рецептін сіздер де көріп алыңыздар. Ең алдымен біз сұйық майымызға қызып тұрған картошкамыздың жан-жағын қуырып аламыз. Тұздамаймыз, ешқандай да қызартып қана қуырып алатын боламыз. Қып-қызыл болып шығу керек. Екі жан-жағының бәрін осылай қызартып қуырып алатын боламыз. Отымыз баяу емес, орташа отта қызып тұру керек. Сұйық майдан сырқып алатын боламыз. Келесі етімізді қуыратын боламыз. Етім менің мариновка жасалған, тұз ештеңе салмаймыз, сондықтан өзінің тұзы, барлық нәрсесі бір күн бұрын жасалып қойылған. Оны да қызартып, баяу отта қуырып алатын боламыз. Яғни орташа отта қуырып аламыз. Міне қызарып шықты, енді сұйық майдан сүзіп аламыз. Біз сұйық майымызды басқа ыдысқа құйып, ішін тазартып аламыз қазанымыздың. Енді жаңағы сұйық майдан азғантай бөлігін ғана құйып, осындай көптеу пиязымыз турап, астына жайып шығатын боламыз. Ешқандай тұз, приправалар қолданбадым, өткен жаңа етім мариновка жасалып тұрғандықтан өзінің дәмі шығады. Осылай қатып қалмайды, әрі жұмсақ піседі. Осындай көптеу етіп пияз салып алсаңыздар. Етімізді осылай қойып шығамыз, 1 сағатқа бұқтыратын боламыз. Жұмсақ болып шығу керек. Енді картошкаларымызды да саламыз. 2 адамға жетерліктей жасадым мен. Сіздер көптеу жасасаңыздар болады. Өте ерекше дәмді болып шығады. Аздап қана тұз салдым. 50 грамдай су ғана құясыздар. Көп құймаймыз. Азғантай ғана су құямыз. Қақпағын жауып, 1 сағатқа ең баяу отта қоятын боламыз. Міне біздің қуырдағымыз пісті. Өте әдемі, жылтырап, сочный болып, жұмсақ болып шығады. Күнделікті біз жасап жүрген әртүрлі қуырдақтардан қарағанда ерекше дәмді болып шығады. Осылай сіздер де жасап көріңіздер. Мені қолдап, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ас болсын, рахмет.